Әкімдіктің арқасында үйімізге құжат аламыз деп үміттеніп жүрсек, олар керісінше үйімізден қуып жатыр. Тараздың бір топ тұрғыны жергілікті биліктен теперіш көргенін айтып, телевизияға жүгінді. Сөздеріне сенсек, бұрын сатып алған баспанасын заңдастыру үшін мемлекеттен тағы бір мәрте сатып алу керек екен. Ақ-қарасын ажыратуға аймақтағы әріптесім аттанды. Бәрін тұрып жатырмыз. Тұрып жатқан жерімізді алып қояйын деп жатыр. Госак алайын десек, сотқа жіберіп жатыр. Сот кеп бағалаймыз, қайтып сатып алыңдар дейді бізді жерімізді. Жер телімін заңдастыра алмай жүрген тұрғынның бірі Зағипа Төлегенова 10 жыл бұрын саяжай алқабын сатып алыпты. Алайда қайта мемлекет меншігіне өтеді дегенді естігенде төбемнен жай түскендей болдым дейді. Көп балалы ана енді жермен қоса паналап отырған баспанамнан айырылып қалмақпын деп ашынады. Қалай ол өтеді? Біздер деген 2010-нан бастап әйтеуір біресе кірпішін қойдық, біресе анаусын істедік. Біздерге мына не керек? Жаңағы акт па, госактысын алуымыз керек бізге. Берсін, қайта бізге көмектесін. Бұл үйімізді алып қойғанша, мен инвалид бала, мен қайқа барам? Жалғыз мен емес, қанша халық шулап отыр ол жерде. Жерлерін заңдастыруды сұраған бір топ тұрғын алдымен облыс әкімдігінің аумағына жиналып, кейін қала әкімдігінің алдына барды. Әкім әдеттегідей орнына орынбасарын жіберсе, тарқамаймыз деп талап қойды. Ана кісі алып баратыр, акимнің алдына үйді айырлайын деп жатыр. Шағымданғандарды бұл жолы шаһар басшысының өзі қабылдады. Әкімнің мәліметінше қалада 23 мың саяжай бар. Алайда оның 150-ден астамы құжатсыз жүр. Тек саяжай кітапшасын пайдаланып келеді. Ал 400-ге тарта телімнің қожайындары хатқа барсы кетіпті. Енді жерлері қараусыз қалғандықтан алқапқа инфрақұрылым жүргізуде қиындықтар туындап тұр. Ал арызын айтқан алқаптағыларға Жылқыбаев мәселені майшаммен қараймыз деп сендірді. Таңертең кешке дейін отыра беруге болады, бірақ біз жұмыс жасаймыз. Құр сөзбен емес. Мен комиссия құрайын. Сол бойынша жеке-жеке әрбір үйді біз қарайық. Оған кішкене уақыт беріңіздер. Мүмкіндік берсе, жаңағыдай 10 жыл, 20 жыл, 5 жыл тұрып жатқандар заңдастырамыз. Солай ғой, біз көмектесіп жатырмық қой. И солай болады да. Саяжайға үй салған тұрғындардың жерлерін рәсімдеуге әкімдік көмектеспек, ал қараусыз қалғандарын кезекте тұрған тұрғындарға таратып бермек.